Қазақ батырлары. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызда қазақ қоғамындағы батырлардың алатын орнына тоқталып, қазақ халқының жоңғар шапқыншылығына қарсы күрескен Қарасай, Бөгенбай, Қабанбай, Наурызбай, Баян батырлар туралы мәліметтерді ұсынамыз. Батыр, ел үшін жаумен соғысқан, ержүрек, қайтпас қайсар, әділ және тапқыр адам. Халық батыл, өткір, тапқыр, қажырлы да қайратты адамға батыр деген құрметті атақ берген. Отан, ел, атана деген қасиетті ұғымдарды жоғары қойып, өлімнен ұят күшті деп үрейден, қорқыныштан қорықпай, ар намысын қорғады. Осындай сын сағатта елін азат етуге, жерін, ар намысын қорғауға арналған азаттық соғыстың алдыңғы шебінде Қанжығалы Бөгенбай, Қаракерей Қабанбай, Шақшақ Жәнібек, Наурызбай, Қарасай, Райымбек тағы басқа батырлар шайқасты. Ақтабан, Шұбырынды, Алқакөл, Сұлама жылдары жоңғарлардың толассыз жүргізген соғыстары, бейбіт елді шауып, адамдарын тұтқынға алуы, қырғынға ұшыратуы қазақ халқының жағдайына өте ауыр тиді. Осындай ел басына қиын қыстау күн туғанда, елім жұртым деп еңіреген ерлігі мен аңызға айналған батырлар мен билер үлгі болды. Қарасай, қазақ батыры, әйгілі қолбасшы. Ол 1598 қазіргі Алматы облысы Жамбыл ауданында дүниеге келген. Кейбір деректерге қарағанда, ол жыл бойы ат үстінен түспей, 200-дей ұрыстарға қатысып, 49 ірі шайқастарды басқарған. 19 рет жекпе-жек шайқаста жеңіске жеткен қолбасшы. Іле Алатауының маңындағы бір шайқаста Қарасай деп ұрандаған қазақ жасақтары жауды ойсырата жеңеді. Суықтөбе шоқысына Қарасай елінің туы бөрлі байрақ тігіледі. Бұл жеңістен соң Қарасай бүкіл Шапырашты елінің ұранына айналды. Жоңғарлармен болған Бетпақдаладағы Болатшы, Бүркітші тауларының маңында болған ұрыстардың бірінде Қарасай Ағынтай батырмен бірге жоңғар батыры Олықты өлтіреді. Қарасайдың көзсіз батырлығы мен күш-жігеріне, ақылына ризашылығын білдірген Есім хан батыстағы Еділ мен Жайықта, терістіктегі Обаған мен Томағанда, шығыстағы Алтай мен Тұрпанда атының тұяғы тимеген жер қалмаған қазақтың Қарасай батыры болдың деген екен. Шайқаста жараланған Қарасай батыр 1671 жылы 73 жасында қаза болды. Қанжығалы Бөгенбай Ақшаұлы 1680 жылы туып, 1778 жылы қайтыс болған. Шешен, батыр, қолбасшы, дипломат, қазақ халқын жоңғар басқыншыларынан азат ету жолындағы отан соғысының аса көрнекті ұйымдастырушыларының бірі. 1710 жылы жоңғар шапқыншыларына қарсы қалай төтеп беру мәселелерін талқылаған Қарағұм маңындағы жиын болды. Сондай сәтте Бөгенбай батыр халқын қалмақтарға шабуыл жасауға көндіріп, оларға рух береді. Бөгенбай батырға риза болған халық оны бүкіл қазақ жасақтарының қолбасшылығына тағайындайды. Бөгенбай батыр Ресей мемлекетімен достығымызды нығайтып, жоңғарларға қарсы біріккен одақ құруға септігін тигізді. Бөгенбай батыр 81 жасында қайтыс болды. Қаракерей Қабанбай Қожағұлұлы, шын аты Ерасыл, 1691 жылы туып, 1769 жылы қайтыс болған. Атақты қолбасшы, батыр. Жоңғарлармен болған шайқастарда 1724 жылы Түркістанды қорғауға, 1725 жылы Алакөл, 1729-1730 жылдарда Аңырақай, Бұланды түбіндегі ұрыстарда қазақ жасақтарын басқарды. Осындай ірі шайқастарда Қабанбай өзін тамаша тапқыр айлакерлігі мен қазақ жасақтарын ұрысқа бастап жеңіске жеткен. Абылай хан Қабанбай батырды елден ерекше дарабоз деп ардақ тұтқан. Наурызбай Құттымбетұлы 1706 жылы туып, 1781 жылы қайтыс болған атақты батыр, белгілі қолбасшы. Жоңғарларға қарсы күресті ұйымдастырушылардың бірі. Наурызбай дене бітімі адамзат баласында сирек кездесетін ерекше жаралған батыр болған. Мүсіні қолмен құйғандай,
Жауырыны қақпақтай, бойы биік, денесі тіп-тік, белі жіңішке, өзі ақын, әнші, күйші де болған. Төрелер күйі авторының бірі. Ол Аңырақай шайқасына қатысып, 23 жасында белгілі қалмақ батырлары Шамалхан мен Қаскелеңді жекпе-жекте жеңіп батыр атанған. Баян батыр, жоңғар шапқыншылығы кезінде ел тәуелсіздігі үшін күрескен атақты батыр. Қазіргі солтүстік Қазақстан облысы Мағжан Жұмабаев ауданында дүниеге келген. Баян батырдың ерлігі туралы Шоқан Уәлиханов, Мағжан Жұмабаев, Ілияс Есенберлин және тағы басқалар да жазған. Жас Баян Абылайдың замандасы. Ғалым Шоқан Уәлихановтың Баян батыр туралы жазған әңгімесінде Баян батыр ғана емес, сөзге шешен тапқыр адам болған. Баян батыр Абылай ханның қасында болып, оның сенім артар атақты батырларының біріне айналды деп суреттейді.